сіздер екеуіңе өгенсіңіз бала шаға бар ағайын туыс бар сереті көп болсын деді. Көптеген елге қызмет етіп жатқан мешіт қызметкерлер, діни басқармадағы қызметкерлердің көпшілігі осы медресенің түлегі. Саяхаттың мақсаты келгісі келгендер көп, бірақ бір арнайы уақыт тауып, әрі жеге-жеге келмей жатыр. Сондықтан біз соның басын құрап, халықты осы рухани саяхат ұйымдастырдық. Алдағы уақыттарда осы рухани саяхат ұйымдастырамыз. Бүгінге Алланың қалауымен 60-ға жуық адамдар келді Шымкент қаласынан. Арасында әжелеріміз де бар, ақжаулықты, аталарымыз да бар, жас бауырлар, кішкентай балаларымыз да бар. Аллаға сан шүкірлер болсын. Керамат екен, өте жақсы, жауын шашын болса да, бәр жері өте таңғаларлықтай әдем болды. Қонақты жақсы қарсы алып жатыр. Жақсы демалдық, Құдайға шүкір. Мың рахмет. Бәріміздің де баламыз, немерелеріміз сондай болса екен деп армандадық. Таза, әдемі балдар оқып жатыр. Аллаға шүкір, бұған дейін осында болдым. Және осы сапарға шақырған ұстаздарымызға Алла разы болсын. Біздер Алматы қаласынан елге көмек қайырымдылық қорынан келіп тұрмыз. Өте ұнап жатыр. Біріншіден, екіншіден бүкіл Қазақстан халқына келуге кеңес беремін.